жап-жаңа маған 14-14-тен сообщение жіберіп маған звондап отыр. Алматыда 2022 жылы Думанда тұрған мен, Думан микрорайонында, халық арена жақта. Сол жақта тұрған адрестің данныйым бар екен, яғни счетчик төлеген. Сол жақтың несі свет счетчик ауыстыратын бір орталығынан звондап отыр. Государственный осындай деп. Не дейді? Сіздің атыңыздан, данныйларыңызбен счетчик төлеп жүргенсіз, сонымен енді қазір біз счетчик ауыстырамыз дейді. Мен жындысыңдар ма? Мен 2022-те 3-4 айға айттырдым ол үйді. Одан кейін тұрған жоқпын. И то арендовать еттім десем, білмеймін, сіздің атыңызда тұр. Онда сіздің атыңыздан шешіп тастау керек ол адресті дейді. Сізге код жіберем. Сол арқылы сіз связьға шығыңызда, сол кодты, білмеймін, сонда бір нәрсе қылып айтып бастап атты да, айтадым, сіз мені мазаламаңыз, болды. Енді осыған хабарласпаңыз десем, онда сіздің атыңызға штраф деп бастап атқан кезде басып тастадым, короче. Не айтпағым келіп отыр, алдап қалмаңыздар. Даже государственный 14-14-тен сообщение келсе де, және де жаңағыдай счетчик ауыстырам, осындай деп айтып атса, болды. Сіздің атыңызға қандайды бір телефоныңызға код келе ма, бітті олар. Олар бәрі мошенниктер. Окей? Так что мән бермеңіздер ондайларға. Алдап қалмаңыздар, абай жүріңіздер.